Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев қала тұрғындары мен қонақтарын келе жатқан жаңа жылмен құттықтады. Ол өзінің әлеуметтік желідегі парақшасына біз өтіп бара жатқан жылмен қоштасарда, әдетте келер жылға үлкен үміт артамыз. 2020 жылдың әрбір күні қай-қайсымыздың да төзімділігімізді тексерген сынақтарға толы болды. Біз мүлдем жаңа, нақты жағдайда өмір сүруге, білім алуға, жұмыс істеуге дағдыландық деп жазды. Сонымен қатар ұйымшылдықтың үлгісін көрсеткен барша алматылықтарға алғыс білдіріп, осынау қиын сәттерде бірге болудың қаншалықты маңызды екенін сезіндік, бірлігімізді бағалай білуді үйрендік, түсіндік деді. Жаңа жыл әрбір шаңыраққа қуаныш пен бақыт әкелсін. Барлық ізгі тілектеріңіз бен үміттеріңіз еселене орындалсын. Балалар мен олардың әкелері мен аналары, ата-аналары және әжелері аман болсын. Жаңа жылдарыңызбен делінген құттықтауда.